Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қыпша ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Бұрынғы әдеттері бойынша күніне бір орамал сатып, ақыры байдың бірі болады. Бір күні сол шәрінің патшасы шәріні аралап жүріп, орамал сатып жүрген саудагердің дүкеніндегі орамалды көріп: «Мына орамалды қайдан алдыңыз? Мұны қандай адам жасады екен?» деп сұрапты. Саудагер: «Тақсыр, осы орамалды сататын бір-ақ адам, өзі осы қаланың адамы емес, сырттан келген болу керек» депті. Патша орамалды тіккен адамға көрмей-ақ ғашық болып, саудагерге: «Осы орамалды сатып жүрген адамның үйін алдымен өзің көріп, онан кейін маған көрсетіп бересің» деп бұйырады. Саудагер: «Болады, тақсыр» деп уәдесін береді. Патша кетісімен-ақ орамал сатушы саудагер де орамалын алып келіп қалады. Дүкендегі саудагер орамалын алып тиісті ақшасына беріп, тездетіп дүкенін жауып, орамал сатушының артынан білдіртпей еріп отырады. Орамал сатушы саудагер бірнеше көше айналып келіп, өте сәндеп жасалған бір сарайға кіріп кетеді. Саудагер үйді көріп алып, патшаға келіп: «Сатушының үйін таптым» деп хабарлайды. Патша көрген саудагерді ертіп өзі келіп, көріп: «Осы үйдегі әйел қандай екен? Көріп кел» деп бір уәзірін жібереді. Уәзір келіп қақпасын қақса, ар жағынан бір әйел дауысы: «Кіруге рұқсат жоқ, қайта беріңіз» деп қақпаны ашпайды. Уәзір болған оқиғаны патшаға айтып кетеді. Патша бұл хабарды естіген соң, ойлағанындай осында өзін халыққа көрсетуге болмайтын әйел бар екендігін біліп, ғашықтығы бұрынғысынан да арта түседі. Саудагердің үйіндегі әйелді білу үшін бірнеше адамды жібергенмен қораға кіре алмай, бұған енді не амал бар деп уәзірлерімен ақылдасады. Бір уәзірі: «Тақсыр, ол қораға айламен кірсе, пәлен деген мыстан кемпір кірер» дейді. Патша мыстан кемпірді шақыртып алып: «Шеше, айламен сол қорадағы әйелдің анық қандай екенін біліп берсеңіз, сізден дүние аямаймын» дейді. Мыстан: «Қандай болса да анығын өз көзіммен көрейін» деп уәдесін беріп, үстіне адам денесіне ілмейтін жаман киімдерді киіп, қайыршы болып, кешке таман саудагердің қақпасына келіп қайыр сұрайды. Қыпша садақаға қақпасын ашпай, ар жағында тұрып, бір ділдә береді. Кемпір ділдәні алып батасын беріп: «Балам, панасыз, алыстан тентіреп келген бір мүсәпір едім. Осы қаладан бір адамды танымаймын. Құдай үшін үйіңізге бір түнеп шықсам» деп жалынады. Қыпша: «Шеше, кіруге рұқсат жоқ, кетіңіз» деп кетіп қалады. Мыстан ол күні кетіп қалып, ертесіне кешінде тағы да қайыр сұрап келеді. Қыпша және бір алтын садақа беріп, неше түрлі амалмен сөйлеген сөзіне қарамай кіргізбей қояды. Күн батып, қараңғы түсе бастағанда, үй иесі саудагер келсе, кемпір қақпа түбінде отырып, саудагерге неше түрлі айламен зарлы сөздерін айтып, бір түнеп шығуға рұқсат сұрайды. Саудагер бір тілда садақа беріп: «Шеше, кіруге рұқсат жоқ» деп қораға кіргізбейді. Саудагер қақпасын ашып ішке кіргенде, мыстан кемпір: «Балам, мен сорлыны осы шәрінің адамы үйіне кіргізу былай тұрсын, кешінде жатып шығуына да, қақпасының алдына да жатқызбайды.
сізден рұқсат болса, қақпаңыздың алдында бір түнеп шығып, таң атқан соң елден қайыр сұрайын, дейді. Саудагер іште тұрып, шеше, сізден мен көшені қорымайын, ондай етемін десеңіз мейліңіз, деп кетіп қалады. Мыстан амалменен түнімен қақпаның алдында жатып, ел тұрған кезінде қайыр сұраған болып кетіп қалады. Бұл Мыстан осыменен 3 күн кешінде үздіксіз келіп, саудагердің қақпасының алдына түнейді. 4-ші кешінде қорасына кіріп бара жатқан саудагерге: «Әй, көп жасағыр-ай, сіз болмасаңыз осы қалада күндіз болсам да, түнде болсам да жүре алмас едім. Қақпаңыздың алдын бергеніңіз маған төріңізге отырғызып, құс төсекке жатқызғандай болды. Қарағым, жолың болсын», дейді. Сонымен бірнеше күн өтіп, енді бір күні Мыстан саудагерге: «Балам, мен әзір осындай халде жүргенмен жаралыстан мұндай емес едім. Құдайдың кездейсоқ қосуымен ғана осы халге келген едім. Сол бір төтеннен кезіккен іспен осы халге кезігіп, сол істі негіздеп жүргенде жайым бар еді. Сіз болмасаңыз, осы шәріде жүре алмас едім. Сіздің арқаңызда осы шәріде тиянақтап, ісім оңына таман айналғандай болды. Шаруам әбден аяқталып, өз шәріме қайтарымда өзіңізге қош айтып, тосыннан ұшыраған ісімді әбден түсіндіріп кетермін. Балам, сізге көп рахмет», дейді. Саудагер: «Жақсы, шеше», деп қорасына кіріп кетіп, бұл сорлының кездейсоқтан жолыққан ісі қандай іс екен, деген ойға келеді. Есткен сөзін Қыпшаға айтқанда: «Қыпша, ондай ісі болса, кетіп бара жатқанда естірсің. Кім біледі, адам аласы ішінде деген», дейді. Енді бір кешінде жаңбыр жауады. Саудагер анадайдан көрінгеннен Мыстан өтіріктен иегі иегіне тимей дірілдеп, тоңып, бір жүйіп тұрып саудагерге: «Ойпырмай, жаным балам-ай, тоңып өліп кетер мекемін, тіпті әлім құрығандай болып барамын», дейді. Саудагер аз ойланып: «Осы бейшарада не бар? Мына нөсер жаңбырды обал болмасыншы», деп қақпасын ашып, өзі қорасына кірерде: «Шеше, өте қатты қалтырап тоңып кеткен екенсің, үйге кіріңіз», деп үйіне ертіп кіреді. Мыстанды ертіп кіріп келгенде Қыпшаның жүрегі зу ете түсіп, пердесін жүзін жаба қояды. Мыстан Қыпшаны көріп: «Бұл шынымен-ақ адам ба, жоқ әлде пері зат па?» деп неше түрлі ойға қалады. Қыпша еріне: «Іс жаманға соқпасын, болар іс болды, енді бұл кемпірді мен жібермеймін», дейді. Сонда кемпірге жаңа киім кигізіп, «Сізді шеше орнына шеше, әке орнына әке қыламыз. Дүние міні жетеді. Енді осы қақпадан шықпайсыз. Өлсеңіз, өз қолымыздан таза арулап қоямыз», дейді. Кемпір жібермеймін дегенге ішінен қатты қорқып, сыртынан өте қуанған болып күле сөйлеп: «Ойбай-ау, олай десең, балам, менің Құдай тілеуімді шынымен-ақ берді емес пе? Менің онан артық қандай тілегім болсын?» деп өтіріктен батасын беріп күлмеңдеп қалады. Мыстан кемпір бір айдан артық тұрады. Қыпшаның байқауынша кете қоятын түрде сезілмейді. Бір күні Мыстан дода-дода болып жылап отырған Қыпша көріп: «Шеше, не болды?» деп сұрайды. Сонда Мыстан: «Балам, мен хал жайымды ашып айтпағанмын. Осы үйдегі балама үйіңізден пана таппай тұрғанда шет жағасын айтқан едім. Менің ерім де өздерің сияқты өте бай еді. Ерім қайтыс болып, жалғыз баламмен екеуміз осындай бір сарайға шошайып қалдық.
бір күні осы шәрінің қарақшылары жалғызымды өлтіріп, барлық қазына дүниемді булап алып кетті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тамамдалды. Ертегінің келесі қызықты бөлімінен қалып кетпес үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.